Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен мен Сымат Ардақ алғашқы функция деген тақырыпты өтетін боламын. Бүгін сабақта алғашқы функцияны табуды үйренеміз және алғашқы функцияның қарапайым түрімен танысатын боламыз. Ол дегеніміз бүгін в основном формуламен үйренеміз, формула бойынша есеп шығарамыз и болды. Алғашқы функцияның анықтамасына келсек, алғашқы функция немесе интеграл бұл туындысы белгілі бір функцияны беретін функция. Ол бір анықтама сызып кетті бұл жерде. Туындысы белгілі бір функцияны беретін функция. Мысалға бір функцияның туындысын алайық. Мұны бір туынды алайық, мысалыға косинустың туындысын алайық. Осылай. Косинустың туындысы минус синус x қой. Бірақ сіздерге оны былай беріп қояды. Y деген минус синус x болса, осының алғашқы функциясын табыңыз дейді. Яғни басындағы функция қандай еді деген сияқты, сіздер оны бірден көріп тұрсыз ғой, бұл басында косинус еді деген. Бұл косинустың туындысы. Сол алғашқы функциясы, яғни үлкен f от x, ол косинус деп жазасыздар. Осы, яғни егер f от x, кішкентай f от x функциясының алғашқы функциясы үлкен f от x болса, онда үлкен f-тан туындасаңыз, аппараттың кішкентай f от x шығады дейді. Енді біз былай жазаймыз. Интеграл деген сөз алғашқы функцияны табу. Кішкентай f от x до x тең үлкен f от x плюс с деген формуланы қолданамыз. Бұл алғашқы функцияны табу, яғни интегралын табу формуласы былай айтқан жалпылама түр екен. Мұнда кішкентай f от x дейтін өзі сіздерге беріледі, бізге беріледі. Сосын алғашқы функциясын тап деген кезде өз арнайы формула бойынша алғашқы функциясын тауып отырамыз. Енді бұл жерде екі түрлі форматпен сұрауы мүмкін. Мысалға, мына формуланы қолдана отырып функцияның алғашқы функциясын табыңыз. Бұл жерде алғашқы функциясы қараңыздар, интегралмен берілген екен. Мысалға, кез келген сан құр өз тұрса, мысалы интегралда 7 дат x дейтін болса, біз мына екеуіне қарамайды екенбіз. Интегралмен дат x-ке қарамаймыз, тек қана ішіндегі өрнекке қараймыз. 7 бұның алғашқы функциясы жанына жай ғана x деп тіркейміз, плюс дей салады екенбіз, болды. Мысалға, мына жерде интегралдан басайық, тең біз дат x пен интегралға қарамаймыз, бұл тең болады 16, жанына x-ті қосамыз, плюс с деп қоямыз. С дегеніміз ол константа. Есімізде болса, біз санның туындысын алатын мысалы 0 болып кетеді ғой. Сондықтан бұл жанына константа деп жазып қоямыз, бұл сан. Бәрі одан туындаса, ол ешқандай мән бермейді. Сондықтан бүкіл алғашқы функция мен интегралдың жанына осы плюс с деген қосып қояды екенбіз. Мысалға, мында дат x пен мынаған қарамаймыз интегралға, значит ішіндегі минус 7 қосылған синус 45 градусқа жанына аламыз да жай ғана x деп қосамыз, плюс с. Бітті. Армен қарай есептегілеріңіз келсе, бұл минус 7 қосылған түбірасы 2 бөлінген 2 деп синус 45-тің орнына мәнін қойып, плюс с деп қоямыз. И осымен есеп аяқталады. Келесі есепке қарасақ, мұнда интегралмен тұр, мына екеуіне қарамаймыз, яғни тең 5 10-дық логарифм ішінде 4 минус 2 бөлінген 7 жақшаның сыртына жай ғана жандарына x деп қоямыз, плюс с. Осымен аяқталды. Енді мұнда кішкентай f от x пен берілсе, бұндайларды қалай шығарамыз? Егер мұндай қылып кішкентай f от x тең 8 деп берсе, бұны алғашқы функциясы, яғни үлкен f от x тең, жай ғана осы 8-дің жанына x-ті қосамыз, плюс деп қоямыз, бітті. Келесі жаттыуға қарайық. Минус 6 десе не істейміз? Сол минус 6-ны қайталап жазамыз, жанына x дейміз, плюс с. Сонда жай ғана сан берілсе, жанына x-ті қосып қоямыз, бітті. 8-дің алғашқы функциясы 8x плюс с. 10-ның алғашқы функциясы 10x плюс с. И солай кете береді. Интеграл болса, интеграл астындағы 4 dx болса, 4-ке ғана қараймыз, яғни 4x плюс с деп қоямыз. Әрмен қарай екінші жаттыуға келсек, егер интеграл x-тің k дәрежесі dx тең болады, x-тің дәрежесін 1-ді қосамыз, және дәрежеден не шығады, соған бөледі екенбіз. Сонда есеппен қарайық. Мұнда қарайық, интеграл тұр ғой. Мен жаңа айтқаныммен дат x пен интегралға мән бермейміз. Тек қана 10 x-тің 4 дәрежесіне біз 1-ді қосамыз. Қанша болады сонда? 4-ке 1-ді қоса 5 қой. Сол бөлшектің астына 5-ті қоямыз. Қосу с тең 10 мен 5-ті бөлеміз, 2 болады. X-тің дәрежесі 5 болып қалады, плюс с. Өте оңай. Келесіне қарайық. Тең 16 деп жаза береміз, ол коэффициент. X-тің дәрежесі 2024 қой, оған 1-ді қосамыз. Ол бізде 2025, яғни 2025-ке бөлеміз. Қосу с.
немесе мына 2020 былай әдемілеп жазып алсақ 16 x-тің 2025 дәрежесі бөлінген 2025. Сонда дәрежеде x-тің дәрежесінде қандай сан шығады, сіздер соған бөліп отырасыздар, бітті. Мұнда алғашқы функциясын тап дейді, үлкен f от x дейміз. Алғашқы функция үлкен f от x дейміз, интегралды тең деп шығарып кете береткенбіз. Тең, мұнда қараймыз 2x-тің 3 дәрежесі, оған 1-ді қоса 4 дәреже болады, бөлеміз 4-ке қосусы. 2 мен 4-ті бөлеміз 0,5 x-тің 4 дәрежесі қосылған с. Бітті. Әрмен қарай келесі жаттауға қарасақ, үлкен f от x тең 3x квадрат болса уже куб деп жазамыз, сол кубқа бөлеміз. 3 пен 3 қысқарады, x-тің кубы қосылған с. Келесі жаттау. Үлкен f от x тең қараймыз, минус 7, x-тің дәрежесін 9 еді ғой бізде басында. Енді 10 деп жазамыз, бір санға көбейтіп сол 10-ға бөлеміз. Плюс с. Егер бөлінсе бөлеміз, бұлай 0, минус 0,7, x-тің 10 дәрежесі қосу с деп қалдырасыздар. Бөлінбесе сол бөлшек қалдыра беруге болады. Кез келген дәрежеде болса, мысалға, бізде вдруг теріс дәреже беріп қояды. Интегралдың ішіне 7 еселенген x-тің минус, давай деп болсын 6 дәрежесі дат x. Тең 7 дейміз, x-тің дәрежесіне минус 6-ға 1-ді қосамыз. Яғни ол минус 5 болады, ол минус 5-ке бөлеміз. Плюс с тең минус 5-тен 7, x-тің дәрежесі минус 5 болады. Әрине біз минус дәрежені бөлшектің бөліміне жіберу керекпіз. Сондықтан минус 7 бөлінген 5, x-тің 5 дәрежесі плюс с. Ол теріс дәреже болса да формула өзгермейді. Дәрежеге 1-ді қосамыз, не шығады, соған бөлеміз. Келесі. 1 бөлі түбірасты x-тің алғашқы функциясы 2 түбірасты x дейді. Сонда қараңыз, y тең 1 бөлі түбірасты x-тің алғашқы функциясын тап десе, 1 бөлі түбірасты x-тікі ол 2 түбірасты x болады. Ал егер 1 бөлу емес былай берілсе, сіздер оны былай түсінесіздер. 2 көбейтілген 1 бөлі түбірасты x деп ойлаймызды. Мұндағы 2 ол жай коэффициент. Яғни оның алғашқы функциясы 2 еселенген, мынаның алғашқы функциясына 2-ке теспейміз, коэффициент қол. 2 түбірасты x плюс с дейміз. Сонда 2 мен 2 4 түбірасты x қосылған с. Келесі. Мұнда f от x тең. Мұнда минус 7 бөлінген 3 ол коэффициент ретінде қала береді, көбейтеміз. Мұнда 1 бөлі түбірасты x алғашқы функциясы 2 түбірасты x қосылған с. Енді 2 мен 7-ні көбейтеміз, минус 14 түбірасты x бөлінген 3 қосу с. Интегралға келсек, интегралда бірден тең дейміз. Қараңыздар, мұнан былай жазып алайық. 10 бөлі түбірасты x емес, 10 көбейтілген 1 бөлі түбірасты x деп түсінесіздер бұны. Енді былай жазып отыру міндет емес, жай түсінікті болу үшін жаздым. Сонда 1 бөлі түбірасты x-тің алғашқы функциясы бұл 2 түбірасты x плюс с тең 20 түбірастында x қосу с деп жазып қойсыздар. Келесі. Мұнда сонда 16 мен 5 бұл коэффициент ретінде қалады. 1 бөлінген түбірасты x-тің алғашқы функциясы бұл 2 түбірасты x қосылған с тең 2 мен 16-ны көбейтсек 32 түбірастында x бөлінген 5 қосу с, немесе 32-ні 5-ке бөлеміз, ол 6,4 түбірасты x. Енді плюс с деп мен оны айтпай ақ қойын, ол автоматически жазылып отыру керек. Төртінші жаттығу. 1 бөлі x болса, ол ln x. Біз білеміз, что ln x-ның туындысы 1 бөлі x қой, соған наоборот. Мысалға, мұнда y-тен 1 бөлі x болса, оның алғашқы функциясы үлкен f от x тең ln x плюс с. Келесі. Егер 3 бөлі x болса, оның алғашқы функциясы 3 ln x деп жазып қоямыз, плюс с. Қандай сан берілсе де, ол коэффициент деп ойлаймыз. Мысалға, наны біз минус 7 бөлінген 3 көбейтілген 1 бөлі x деп ойлаймыз, бұл коэффициент наған. Сонда қазір алғашқы функциясын тапқан кезде минус 7 бөлінген 3-ке теспейміз, жай ғана 1 бөлі x-тің алғашқы функциясы ln x деп жазып қоясыздар болды. Әрмен қарай. Интеграл болса да солай. Интеграл мұнда 10 бөлі x емес, бұл 10 көбейтілген 1 бөлі x деп ойлаймыз. Сонда алғашқы интегралды тапсақ, алғашқы функциясын 10 көбейтілген ln x деп жазамыз. Бітті. Келесі. Сонда бұл 16 бөлінген 5 ln x. Немесе мұнда 16-ны 5-ке бөлеміз. 3,2 ln x плюс с. Түсінікті ойлайым, кез деген бөлшектің бөліне жай ғана x тұрса, біз ln мен шығарамыз. Енді сұрақ болуы мүмкін. Неге біз бұны былай жасамасқа? 1 бөлінген x, интегралда тұр, дат x. Неге бұны
x-тің минус 1 дәрежесі деп шығармасқа. Егер ол бағанағы формула бар ғой, x-тің k дәрежесі деп 1-ді қосатын, оған келмейтін себеп қараңыздар, тең. Егер ол формуламен шығаратын болсақ, минус 1 қосылған 1 деп дәрежесіне 1-ді қосып, сол минус 1-ге 1-ді қоссақ, ол 0 ғой. Осындай жағдайға тап болады екенбіз, біз x-тің 0 дәрежесі бөлінген 0. Бұл айтқанда санды 0-ге бөлуге болмайды ғой. Сондықтан мына тәсілмен олай шығармайсыздар. Яғни 1 бөлінген x-ті бұл дәрежеге келтіріп, 1-ді қосып істеуге болмайды. Бұл таза лнмен келеді, бітті, басқаша шығармайсыздар. Әрмен қарай. Е-ның x дәрежесінің алғашқы функциясы, е-ның x дәрежесі қайтадан өсіп түседі. Ол дегеніміз не бар, соны қайталап жаза саласыздар. Мысалы, f от x тең 2 деген коэффициент ретінде тұрады, е-ның x дәрежесі плюс с. Өзін қайталап көшіре бересіздер, бітті. 3 еселенген е-ның x дәрежесі. Мұнда минус 7 болса, минус 7 ол коэффициент қой. Минус 7 е-ның x дәрежесінің алғашқы функциясы, е-ның x дәрежесі қайтадан өсіп шығады. Интегралмен келсе де тура солай. Тең 10 көбейту е-ның x дәрежесі қосу с. Мұнда минус 12 көбейткен е-ның x дәрежесі қосу с. Бітті. Ең оңайы е-ның x дәрежесінің алғашқы функциясы, е-ның қайтадан өзі болады, x дәрежесі. Келесі формула. Қарап отырсақ, а-ның x дәрежесі, яғни көрсеткіштік функция, оның алғашқы функциясы бөлесіз өзін ln аға. Яғни, кез келген өрнекте айталық 20-ның x дәрежесінің алғашқы функциясын тап десе, 20-ның x дәрежесін бөлеміз ln 20-ға. Тура өзін просто ln-ға бөліп отырасыздар. Мұнда 2-ның x дәрежесінің алғашқы функциясы қайтадан 2-ның x дәрежесі деп жазамыз, бөлінген ln 2 қосу с. Мұнда тоже солай. f от x тең 3-дің x дәрежесі бөлінген ln 3. Мұнда егер минус санмен келсе, бұл минус, ол как коэффициент деп түсінесіздер. Сонда f от x тең минус 7 x дәрежесі бөлінген ln 7. ln минус 7 деп қоймаңыздар, ол қате. Мұндағы ол минус, ол как коэффициент ретіне кетеді. Мұнда интеграл болса да айырмашылық жоқ. 108-дің x дәрежесі ма? Тең дейміз. 108-дің x дәрежесі бөлінген ln 108. Минус 12. Енді қараңыздар. Бұл минус 12-ның x дәрежесі емес, бұл минус 1 көбейткен 12-ның x дәрежесі деген сөз. Сондықтан тең минус 12-ның x дәрежесі бөлінген ln 12. Осы нәрсені шатыстырмаңыздар. Яғни ln-ның натурал логарифм ішінде минустан қойып қоймаңыздар. Егер коэффициент деген нәрсе бар ғой, енді айтып жатырмын. Бұлай болса 8 бөлінген 9 көбейткен 7-ні x дәрежесінің алғашқы функциясы болса, 8 бөлінген 9 көбейту 7-ні x дәрежесін бөлесіздер ln 7-ге. Яғни как коэффициент, есть коэффициент қала береді, одан қарамайсыздар. Тең әрмен қарай әдемілеп жазсақ, 8 7-ні x дәрежесін көбейту, арасына көбейту оқып қойыңыздар. Тағы да 87 деп ойлап қаласыздар. 9 ln 7. Кішкене көрсеткіш санның алды коэффициент тұрса, көбейту деп жазып қойсаңыздар, сол кезде шатыспайсыздар. Әрмен қарай 7-ші формула, косинустың алғашқы функциясы әрине ол синус болады. Егер 8 косинус болса, оның алғашқы функциясы 8 еселенген синус x болады. Егер минус 6 еселенген косинус x болса, оның алғашқы функциясы минус 6 еселенген синус x болады. Интегралмен келсе де тура солай. Мынаған қарамаймыз дедім. dx пен интегралы, сонда бұл 16 синус x қосу с. Мұнда минус 7 синус x плюс с. Жай ғана косинусты орнына алмастырып синус деп жазып кете бересіздер. Минус 2 бөлінген 7 синус x плюс с. Өте оңай. Косинустың алғашқы функциясы плюс синус. А вот синустың алғашқы функциясы ол минус косинус, яғни таңбасын ауыстыру керек екенбіз. Сонда 8 синус болса, оның алғашқы функциясы минус 8 косинус x деп жазамыз. Минус 6 синус x болса, оның алғашқы функциясы плюс 6 косинус x деп жазамыз. Егер 16 синус x деп берілсе, мынау интеграл екен ғой. Бұны тең деп шығарып кету керек біз. Кез келген интегралды тең деп шығарып кетеміз. Бұл уже минус 16
косинус x болады. Мұнда плюс 7 косинус x болады. Таңбасын қарама-қарсы ауыстырасыздар. Егер интегралдың ішінде синус тұрса, ол қарама-қарсы таңбада косинусқа тең болады. Яғни мұнда плюс 2 бөлінген 7 косинус x болады. Өте оңай екен. Келесі жаттығу 1 бөлу косинус квадраттың алғашқы функциясы ол тангенске тең. Туындысында солай еді, тангенстің туындысы 1 бөлу косинус квадрат болса, 1 бөлу косинус квадраттың алғашқы функциясы ол тангенске тең. Сонда мұнда 8 бөлу косинус квадрат болса, біз оны 8 көбейтілген, енді 1 бөлу косинус квадрат деп түсінеміз. Сонда бұның алғашқы функциясы мұнда 8 жай ғана коэффициент екен. 8 көбейтілген тангенс x плюс с. Мұнаны біз минус 6 көбейтілген 1 бөлу косинус квадрат x деп түсінсек, бұның алғашқы функциясы минус 6 тангенс x плюс с. Мұнда бұны 16 бөлу косинус квадрат x қой. Біз оны 16 тангенс x плюс с деп жазамыз. Сонда жай ғана 1 бөлу косинус квадратқа ғана қараймыз. Алдындағы 16 деймі, басқа сан деймі, оған қатты мән бермейміз. Ол жай ғана коэффициент. Мұнда да солай. Минус 7, біз оны былай түсінеміз. Минус 7 көбейтілген 1 бөлу косинус квадрат деп түсінсек, минус 7-міз қалады коэффициент боп, тангенс x плюс с. Мұнда да тең, минус 2 бөлінген 5-міз тұрады, тангенс x плюс с. 2-ні 5-ке бөліп, минус 0,4 тангенс x плюс с деп жасақ та болады. Түсінікті деп ойлаймын, кез келген 1 бөлінген косинус квадраттың алғашқы функциясы плюс тангенске тең. Енді 1 бөлу синус квадраттың алғашқы функциясы қараймыз, минус котангенске тең. Себебі котангенстің туындысы ол минус 1 бөлінген синус квадратқа тең еді ғой. Сол секілді алғашқы функция тоже таңба ауысады. Мұнда қараймыз. 8 бөлу синус квадрат болса, бұның алғашқы функциясы таңбаны ауыстырамыз, минус 8 дейміз, котангенс x қосу с. Мұнда да солай, f от x, бізде уже минус 6 ғыны, біз оны плюс 6 котангенс x плюс с дейміз. Енді интегралмен кеседі де, дәл солай, біз оны былай 16 көбейтілген 1 бөлу синус квадрат деп ойлаймыз ғой. Осы ойласақ, минус 16, себебі бізде плюс 16 еді, енді алғашқы функциясын тапқанда ол минус 16 котангенс x плюс с. Мұнда да тең, бұжы минуспен берілсе, бұжы плюс 7 болады. Котангенс x плюс с. Мұнда минус 2 бөлі 5 қой, бұны біз плюс 2 бөлі 5 деп жазамыз. Котангенс x тең, 2-ні 5-ке бөлеміз, ол 0,4 котангенс плюс с. Сонда котангенс болатын кезде, яғни 1 бөлу синус квадраттың алғашқы функциясын тапқан кезде, барлық таңба қарама-қарсы таңбаға, яғни минус болса ол плюске, плюс таңбамыз минусқа ауысып отыру керек. Коэффициент сол қалпында қалады, ол өзгермейді. Осымен тақырыптың соңына жеттік. Бүгін тек қана формуланы ғана өттік. Алғашқы функция мен интегралдың, келесі сабақта уже алғашқы функция мен интегралға есеп шығарамыз. Сіздерге сабақ түсіндірген максимумның ұбт эксперті Смат Ардақ. Сау болыңыздар.